Әйел азаматты жетістікке жетелейтін кілт. Егер сүйіктісі жанынан табылса, онда азамат тез өзгереді. Егер әйелінің тілі майда болса, онда ері оның көркем сөйлеу мәнерін бойына сіңіреді. Егер үйдегі ахуал еріне дем алуға, рухани тынығуға мүмкіндік берсе, оның есте сақтау қабілеті жақсарып, ойлау деңгейі күрт өсіп, жантану әдеті жетіле береді. Қоғамдағы мәртебесі өседі. Егер әйел ерінің дегеніне көніп, оның айтқанын істейтін болса, күйеуі ақылды бола бастайды. Егер әйелі ерінің мақсат мүддесін білсе, оларды қабылдаса, онда күйеуі мақсатшыл адамға айналады. Сол мақсатқа жететін жолы ашылады. Жан-жақтан мүмкіндіктер беріледі. Егер әйелі ерінің мақсатын қабылдамаса, мұның бәрі баланың ойыны деп есептесе, онда күйеуінің сол мақсатқа жету мүмкіндігін жоқ етеді, жолын жабады. Егер әйел ерінің кемшілігіне сабыр ете білсе, онда ері де әйелінің еркелігі мен ұстамсыздығына төзімді келеді. Сүйіктісін тапқан ер азамат ие болуға тиісті қасиеттердің бір парасы осылар. Әйел мейірімді, түсінігі мол болса, кешіре білсе, ол ерінің жол бастайтын жұлдызына айналады. Сенімді серігі, адал досы, жерұйығы болады. Әйел отбасының отын сөндірмейтін жан. Ақылы бар еркек өшпеген отқа қайтып келгісі келеді де тұрады. Сүйікті әйелдің жымиысы азаматқа тау қопарар күш бітіреді. Оның дана көзіне қараған сайын батып кеткендей күй кешеді. Сүйіктісінің сезімін сағынып тұрады. Егер керісінше әйел өзі біліп, яки білмей, кереғар қарым-қатынасқа бұйырса, ерінің мінез құлқына қатты әсер етіп, оның сенімсіз, бой күйіз болуына да ықпал етеді. Үнемі кемшілігін бетіне басып, көңілі толмайтынын білдіру, жақсылыққа апармайтын құбылыс. Әйел қауымы ойланып қадам басып, нені анық қалайтынын өзі үшін біліп жүргені жөн. Жаныңызда арыстан мінезді, айбарлы азамат болғанын қалаймысыз? Арқа сүйейтін, ұзап кетсе үздіксіз күтетін? Әлде үйге кіріп шыққаны бақырып шақырып, аяқ сүрткішке айналған еркек керек пе? Ұсақ түйекті де өзі біліп шеше алмайтын көлеңкемен өміріңізді өткізгіңіз келе ме? Көп нәрсе әйелдің тілегінде, шын ықыласында, ақ пейілінде. Арманыңыздағы азаматты сіз өзіңізге өзіңіз жасап алуға тиіссіз. Көп жақсылық әйелдің өз ниетінде екенін естен шығармағайсыз.
Шынар әбілді аудармаларынан.